Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге мектеп етуға сабақты қалай жүктеуге болады, сол жөнінде бейнеролик көрсеткелі отырмын. Ол үшін ең алдымен бірінші сабағымызды дайындап аламыз, яғни беретін тапсырмаларымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге Word программасында қажетті документімізді дайындаймыз. Содан кейін файл батырмасын басамыз. Содан кейін сохранить как. Содан кейін компьютер таңдаған кейін және қай жерде сақтаймын деп сұрайды. Сол кезде рабочий столды таңдасақ болады. Рабочий столға өзіңіздің файлыңыздың атауын жазасыз. Сақтайтын кезде осы жерде Word документ деп тұрады. Жоқ, біз оны таңдамаймыз. Ол кезде біз PDF-ті таңдаймыз. Сол кезде біздің документіміз PDF түрінде сақталады. Ол біздің рабочий столға барып түседі. Яғни мұнда келіп түсті. Енді сол документті біз мектеп етуға қалай жүктейміз? Ол үшін бірінші жүйеге кіреміз. Өзіміздің TR-ымызды таңдап. Кіргеннен соң, содан кейін жоспарлар бөліміне барамыз. Бірінші жоспарымызды құйып аламыз. Енді менде қазірше жоспар құйылып тұр. Жоспар қосу үшін жоспарды қосу деп басамыз. Тақырыбын енгіземіз және сақтауды басамыз. Егер жоспар құйылмаған болған жағдайда, жоспар құйылған болғанда, онда материалдар бөліміне өтеміз. Материалдар бөлімінен бірінші рұқсат беруді басамыз. Рұқсат берілгеннен кейін мазмұнын басамыз. Мазмұнына барған кезде применить этот план для 4Г деп шығады. Мысалы, өзіңіздің классыңызға байланысты шығады, сол батырманы басамыз. Басқаннан кейін өңдеуге өту деген жазу шығады. Сол жазуды басамыз. Жазған кезде бізден, егер тақырыбыңыз жазылмаған болса, тақырып сұрайды, одан кейін үйге тапсырманы сұрайды. Біз енді тапсырманы орында деп жазып жіберсек болады. Содан кейін әдебиет тізімін сұрайды. Содан кейін выбрать файлды басамыз. Выбрать файлдан жаңағы дайындаған дүниемізді саламыз. Содан кейін өзгертілген мәліметтерді сақтауды басамыз. Құйған мәліметіміз сақталды. Енді оқыту бөліміне барамыз. Оқыту бөліміне барып, сабақтарға өтуді басамыз. Сабақтарға өтуді басамыз. Сабақты тағайындауды басамыз. Осы жерде бүгінгі біздің тапсырма бетшеміз ашылады. Сол жерде сабаққа таңдау жасаймыз. Сабақты тағайындап болғаннан кейін, егер сіз ол сабақты тексергіңіз келсе, сабақты шолуды басамыз. Сабақты шолуға басқан кезде сабақты шолуды басамыз. Сабақты шолуды басқан кезде бізден осындай бетше ашылады. Осы бетшеде детали дегенді басамыз. Деталиді басқан кезде біздің оқушылардың орындаған жұмыстары және сіздің тексерілген мәліметтеріңіз шығып тұрады. Мысалға, мына бала оқыған, жауап берген, жауаптың мазмұны бар, суреті бар және тексерілді деп тұр. Демек, бұл баланы біз тексердік. Дәл осылай басқа балаларды да тексеріп шығуымызға болады.